0777 Қабланбек, ключ пост, Қазығұрт микрорайон. Мынау бір Жамбыл облысының, екі Жамбыл облысының. Мықты тағы да екі машинасы тұр. Жамбыл облысы ДП жұмыс істеп жатыр. Қызылорда, Қарағанды, Тараз, 3 өңірінде басшылық құрамдарымен сөйлестім. Бірде-бір Шымкент қаласы Түркістан облысының қонақтар мен жүргізушілеріне аптечка, огнетушитель, үшбұрыш жоқ, анау жоқ, сары жилет жоқ деп бірде-бір хаттама толтырмаған. Мына қазір тарап атқан әлеуметтік желі, мен ойымша Асеке, бұл жаңа құйтырық әрекеттері барған кәсіпкерлердің саудасын жүргізу керек, немесе дезинформация, хайп дейді ғой, хейт. Сондай жинау мақсатта деп ойлаймын. Өйткені мына инспекторлар қазір маған ресми түрде айтып жатыр, Нұреке, бірде-бір аптечка, огнетушитель, үшбұрышың жоқ, жилетің жоқ деп бір протокол түзбедік дейді. Түзген адам болса Асеке сізге жіберсінші. Міне барынша жұмыс істеп жатыр. Дұрыс, тыйым салынған заттар, немесе өрескел құқық бұзушылық, қорғау, соларға шара көріп жатыр. Бірақ дегенмен бірде-біреуіне аптечка, огнетушитель, немесе үшбұрышың жоқ, жилетің жоқ деп мынау Жамбыл облысының қызметкерлері хаттама түзген жоқпыз дейді. Я, дұрыс, міндеті заң бойынша болу керек. Ол өзінің қауіпсіздігі үшін, өзінің денсаулығы үшін дейді, қандай да бір келеңсіз оқиға болған жағдайда. Дегенмен міне 3 өңір Шымкент қаласына келген қонақтары бірде-бір жүргізушіге, осы оңтүстік тұрғынына аптечка, огнетушитель жоқ, ойбай деген нәрсе жоқ. Асеке, мына қазір бәрі хайп ұстап жатыр ғой, 20 мың, 30 мыңнан комплект набор, огнетушитель 11 мың, 15 мың, аптечкалар 5 мың яқпияғы дейді, жилет 2 мыңға дейін кетіп қалатқа жайты бар. Осының бәрі спекуляция рынка деп ойлаймын. Оптовиктерден кінәлау керек. Халықтың разылығын алмағырлар. Злосный біздің кәсіпкерлер, мынауыңыз болмайды ғой, мына тірлік болмайды. Бірде-біреуіне шара көрілмеді дейді. Міне қанша Жамбыл облысы тұр. Ашық түрде айтып отыр. Жоқ дейді. Толтырмадық. Тиым салынған, үйткен бүйткенге дұрыс. Жалған мәлімет таратқандар, кәсібін ойлаймын деп арам тамақ болғандар, Құдай көзі сіздерге түзу болсын жалпы. Міне, ондай жалған мәлімет таратпаңыздаршы. Қанша адам әбігерге зарға салып атсыздар ғой. Огнетушитель, үшбұрышпен именно сіздер Қызылордадан келген қонақтар шара көрілді ма жүргізушілерге? Кешеден бастап біз жұмыс жасауларымыз именно сіздің сұрағыңыз бойынша огнетушитель, аптечка, сосын үшбұрыш, жилет. Ол бойынша енді негізі ол іш айтып тұрған дүниеңіз жүргізушінің өзінің жеке басының қауіпсіздігі үшін өзіне керек дүние. Қалаңыз қандай да бір жол көлік оқиғасы болып қалған жағдайда, қан кету болған жағдайда аптечканы пайдаланып, ішіндегі жігіті бар, зеленкесі бар, бинті бар, оны пайдаланады. Басқа біреуге көмек беріп, оны пайдаланады. Иә, аяқ астынан автокөліктің от шықты огнетушитель сөндіруге ол өзіне тиесілі қажеттілігіне байланысты заттарда. Ал егер ол болмаған жағдайда хаттама рәсімдеуге, шара көруге жатады. 5 салмағы бойынша. Алайда қазіргі таңда біздің рейдтік шара келген Қызылорда облысына келген экипаждармен мүлдем ондай хаттама толтырылған жоқ, толтырылмайды да. Бірақ тексеріп, болмаған жағдайда жүргізушіге ауызша ескерту жұмыстан жүргізіп жібереміз. Қызметіңізге сәттілік. Рахмет. Осы 20 сәуір Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов. Мына жерде Қарағандының сотрудниктері жұмыс істеп жатыр. Шамамен 5-10 машина мынау енді қалғаны. Асеке ардан пайдаланып айтайын. Бірде-бір огнетушитель, аптечка, там не дейді тағы да үшбұрыш, ол үшін бірде-бір хаттама толтырмадық деп Рәкең деген зам полк командирінің орынбасарының айтуы бойынша бірде-бір аптечка, огнетушитель, жаңағы нелерге үшбұрышқа толтырмадық. Осы күнге дейін шара көрілмеді деп отыр. Мынау фейк-ажор дейміз ба, хайп-ажор, саудасын өткізгісі келгендерге арналған мына видеоңыз. Жоқ, Қарағанды официально Нұреке не қылам деді. Бірде-бір машинаға аптечка, огнетушительге төлем не қылмадық, хаттама толтырмадық, шара көрілмеді дейді. Я бар, өтіп баратыр, күмән туғыз тоқтатады. Ерап емес, СДМ ба екінші базасынан көреді, состав бар жоқ, әкімшілік құқық бұзушылықтың қандай да бір өрескел болды. Жоқ па, дальше ақжол тілеп шығарып салады. Жоқ, қандай да бір техас моторың жоқ, страховкаң жоқ, базаға қатысты ақаулар болатын болса, бірден заң шарасын көріп беріп жатыр. Нұр үстіне нұр, молодцы, Қарағанды, арнайы сіздерге респект. Ассалаумалейкум. Арғымақ түнгі сағат 1-2 төңірегі 001 деген Бартағой Жамбыл облысының
Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Есімім Алмас. Алмас. Облыс полиция департамент, патрульдік полиция батальоны командирінің орынбасары. Орынбасары. Полиция капитаны. Әреке, алтын уақытыңызда мен қысқа нұсқа, аптечка, огнетушитель, үшбұрыш, жилет дегендерге осы күнге дейін 2 күннің ішінде сіздер тараптан қандай да бір хаттама толтырылып, бір шаралар көрілді ме? Құқық бұзушылықтар анықталған жоқ бізбен. Осы уақытқа дейін анықталған жоқ. Егер көрген жағдайда Көрген жағдайда ескертеміз. ескертіп. То есть Жамбыл облыс полиция департаментінен Шымкентке келген бірде-бір қызметкеріңіз осы мен айтқан жайттар бойынша ешқандай шара көрген жоқ. Шара қолданған жоқпыз әлі. Болды. Ондай анықталған жоқ. Вот, қысқа нұсқа айып етпейсіз. Осыны сіз жоққа шығару мақсатында инспектор. Өйткені халық арасында дезинформация көп жүріп жатыр да, болмайтын кешегі 1000 теңгелік дүниені, 500 теңгелік дүниені 2000, 3000, огнетушитель 10-15 мыңға. Дұрыс қой. Бұл кәсіпкердің ұятына болып жатыр да. Бірақ халыққа дұрыс мәлімет. Я, ол өздерінің қауіпсіздігі, өздерінің жеке денсаулығына қатысты. Ол міндетті. Бірақ бұл жерде именно сіздер Жамбыл облысы, Қызылорда, Қарағандыдан аптечка үшін келген жоқсыздар. Все. Рахмет, қызметіңізге сәттілік. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол жүрісі, не дейді, жол көлік оқиғасын алдын алу болды. Нақты жұмысымыз Болды. сол. Қызметіңізге сәттілік. Есіміңіз тағы да? Алмас. Алмас. Қуаныштымын Алмас мырза. Рахмет. Жақсы сау болыңыз.